Достар, бәріне сәлем. Бүгін бізде балбырауын кейін үйренудің бірінші сабағы. Жалпы балбырауының өзі 3 бөлімнен тұрады. Соны бүгін біздер бірінші бөлімнің жартысын ойнап үйренетін боламыз. Қазір мен сіздерге балбырауының бірінші бөлімін ойнап беремін, ал сіздер домбыраның құлағын дұрыстап үйренуге дайын отырыңыздар. Бұл күйде негізі бірнеше қағыстың түрі бар. Бірінші қағыс бұл мынандай. Бұл жерде мына төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Төмен, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Дегенді шығарып аласыздар. Ол ең басында ойналатын қағыстардың бірі. Одан кейін қағыс жай ғана одан кейін қағыс бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6 қағыс. То есть бірінші екіншісі жаңағы 1, 2, 3, 4 ровно бір келкі дейді ма, қалай жүріп отыратын 1, 2, 3, 4 одан кейін қағыс бар. Так, енді бастайық. Бірінші бас бармағымызды біз 5-ші неге әкелеміз, 5-ші пернеге әкелеміз. Бұл жерде соль деген нота бар. 5-ші перне осылай бас бармақты қойып, осылай ұстап отырып, жаңағы бірінші қағысты ойнаймыз. Осылай 3 рет ойнаймыз. Одан кейін мына жақта бірінші саусағымызды 4-ші пернеге әкеліп, жаңағыдай ойнаймыз. Қағысты ең соңында, бірақ та 5-ші пернені басып қаламыз. 5-сіп басып қаламыз. Басынан бастап. Одан кейін 7-ші пернеге кетіп қаламыз. Бұлай тұрады. Бас бармақ, мына 4-ші саусағымыз біздің 7-ші пернеге барады да. Сосын бұлай ойнаймыз. 3 рет ойнаймыз. 3-шісін ойнаған кезде 3 рет қайталаймыз ғой жаңа қағысты. Соңында ашып береміз бұлай. Бұлай болады міне. 1, 2, 3. Ашамыз. Бас бармақты. Басынан бастап. Одан кейін кішкене бас бармақты артқа қарай жылжытып, мына 7-ші пернеміз тұра береді. Мына жерде қозғамаймыз. Мына жақта біз мына бірінші саусағымызды бұлай мына жоғарғы шекте 4-ші пернеге қоюымыз керек осылай. Жаңағы қағысты ойнаймыз бұл жерге. Сосын соңында ашып жібереміз. Ал астында қалады. То есть ашамыз жоғарғысын. Одан кейін 5-ші пернеге келеміз да, дәл солай ойнаймыз, ашып береміз. Одан кейін қайталаймыз 4-ті, қайттан 5-ті қайталаймыз. Одан кейін 4-тен жаңағыдай ойнаймыз, бірақ та ашпаймыз, ең соңында 5-ші пернеге кетіп қаламыз. Одан кейін мына жақта 7-ге қоямыз да, бұлай, дәл солай ойнаймыз, жоғарғы шекті ашып береміз. Одан кейін 4-ті ойнаймыз, ашамыз соңында, 5-ті ойнаймыз, ашпаймыз бірақ соңында. Шатасып кеткен шығарсыздар. Қайтадан басынан бастап көрсең. 2, 3, 4-ші перне, 5, 7-ге барамыз, 2-ші, 3-ші, ашып жібереміз бас бармақты, одан кейін үстіне 4-ге барамыз, 1-ші, ашамыз, одан кейін 5, ашамыз, 4-ге барамыз, ашамыз, 5-ге барамыз, ашамыз, одан кейін 4-тен соңында 5-ге кетіп қаламыз. 5, одан кейін 7-ге барамыз, ашамыз жоғарғысын. Одан кейін 4-ке қайтып барамыз да, ашамыз соңында, одан кейін 5 төнеміз, ашпаймыз.
не осындай. Одан кейін бас бармақты былай ауыстырамыз 5-те. Бұл жақта 7 тұра береді орнында, қозғалмаймыз. Бас бармақтың 5-те, астында 7-ні ұстаймыз. Одан кейін былай ойнаймыз. 1, 2, 3, 4, 5 деп ойнаймыз. Яғни төмен жоғары қарама қарсы ойнай береміз. 1, 2, 3, 4, 5. Сосын осы істеп болғаннан кейін мына жақта 4-ке барамыз да жоғары ойнап, лига жасаймыз 5-ке. То есть 4-ті ойнаймыз, лига жасаймыз, басып қаламыз. 4-ті ойнаймыз, 5-ті басып қаламыз. Тағы да. Жаңа 7-ге қойайық, қайттан бастаймыз. 1, 2, 3, 4, 5. 4-ті ойнаймыз жоғары, басып қаламыз лига. Одан кейін қайтадан 7-ге барамыз да төмен жоғары ойнаймыз. Тағы да. 1, 2, 3, 4, 5. 4-ті ойнаймыз, лига, 7 төмен жоғары. Одан кейін ашамыз. Шектерді ашамыз да төмен жоғары, қайтадан жауымыз. 7 мен 5-ті төмен жоғары, төмен дейміз. Изінен қайталаймыз. 4-ті жоғарырамыз, лига жасаймыз, төмен жоғары, 7-ні ойнаймыз. То есть біздер не істедік? Аштық, төмен жоғары ойнадық. 7 мен 5-ті төмен жоғары ойнадық. Сосын төмен ойнадық. Сосын 4-ті жоғары, лига, 7-ні төмен. Так, енді бәрін 5 қағыстан бастайық. 1, 2, 3, 4, 5. 4-ті ұрамыз, лига, 7 төмен жоғары, ашамыз. Төмен жоғары, 7 мен 5-ті басамыз. Төмен жоғары, төмен. 4-ті ойнаймыз, лига жасаймыз, 7 төмен жоғары. Одан кейін қайтадан ашамыз да төмен жоғары ойнап, мына жақта 9-ші пернеге әкелеміз төменде, жоғарыда 7-ші пернеге әкелеміз де төмен жоғары ойнаймыз. То есть ашамыз, 9 мен 7, төмен жоғары. Сосын мына жаққа шығып кетеміз, 7 мен 9-да тұрдық, былай сырғанап 7 мен 5-ке шығып кетеміз да төмен ұрамыз, сосын 4-ті ұрамыз, лига жасаймыз, төмен жоғары ойнаймыз. Так, қайттан 5 қағыстан бастақшы бәрін. 1, 2, 3, 4, 5. Ашамыз төмен жоғары, жабамыз төмен жоғары, төмен. 4-ті жоғары ұрамыз, лига, төмен жоғары. Ашамыз төмен жоғары, 9 мен 7, төмен жоғары. Сосын 7 мен 5-ке тұқпамыз, төмен ұрамыз, лига, 4-ті ұрамыз, лига, 7 төмен жоғары. Одан кейін бұл жердің соңғы несі қалады. Қайтадан ашамыз, төмен жоғары, одан кейін 7 мен 5, төмен жоғары. Ашып төмен жоғары, жабамыз төмен жоғары, жаңағыдай. Сосын андай ойнаймыз. Деп. То есть 7, 5, 4, 5, 7, 7. Та, 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 та. 7, 5, 4, 5, 7, 7. Все, бүгін осыған дейін ертеміз. Қайтадан 5 қағыстан бастайық. 1, 2, 3, 4, 5. Та, та. Ашамыз төмен, жоғары, жабамыз төмен, жоғары, төмен. Там, пам. Ашамыз 9 мен 7. 7-ні ұрамыз төменге. И соңғысы ашамыз. 7 мен 5 төмен, жоғары. Сосын жаңағы 7, 5, 4, 5, 7, 7. Енді барлығын басынан бастап сізге ойнап берейін. Жаққа барамыз. Жоғарыда 5-ші перне, 4-ші перне, 5-ші перне, 4-ші пернеден 5-ші пернеге барамыз, 7-ге барамыз, ашамыз, 4-ші перне, 5-ші. Бұл жерде ұмытпаңдар, мына 7-ші пернені жібермейміз, тұра береді ол. Одан кейін бас бармақты ауыстырамыз. 1, 2, 3, 4, 5. Ашамыз, жабамыз, тағы ашамыз, 7 мен 9. Жылжып барамыз 7-ге, лига, төмен, жоғары. И соңғысы.
Мінекей достар, бүгінгі сабақта Балбыраунның бірінші бөлімінің жартысын үйрендік. Енді келесі сабақ 2-3 күнде шығады тағы да. Бұл жерде жаңағыдай көрсеткенде мына нелер қиын болуы мүмкін. Былай ашылуы саусақтардың, бірақ та кішкене төзімділік танытып, жаңағыдай зер салып қарасаңыздар, үйренуге кішкене талпынып, онда бұны да үйреніп аласыздар. Ендеше барлықтарына сәттілік, және де келесі сабақта көріскенше сау болыңыздар.